Садақаның сауабы мен қайыры. Ертеде бір зұлым патша өмір сүріпті. Патшаның кезінде елін қайыршылар жайлапты. Ашуланған патша, егер кім қайыршыға көмектесетін болса, дереу қолдарын шабамын депті. Бір күні бір саудагердің керуенін қарақшылар дымын қалдырмай тонап кетіпті. Әбден тоналған саудагер ауыл шетіндегі бір үйдің есігін қағыпты. Есікті бір әдемі қыз ашыпты. «Қызым, бір үзім нан мен бір кесе су берші» депті әлсіреген саудагер. Қыз саудагерге: «Егер мен сізге бір нәрсе берсем, екі қолымнан айырыламын. Патша сондай жарлық шығарды» депті. «Мен қайыршы емеспін, саудагермін. Жолда қарақшылар керуенімді тонап кетті. Осы жерге 3-4 күнде әзер жеттім» деп жалыныпты саудагер. Қыз жан ашып, Аллаға тәуекел етіп, бір кесе су мен 2 күлше нан беріпті. Бұл әңгіме дереу патшаның құлағына жетеді. Мұны естіген патша қаһарланып, жендеттеріне тез қызды іздеп тауып, 2 қолын шабуды бұйырыпты. Жендеттер айтқанын екі еткізбей қызды тауып, 2 қолын қатар шауыпты. Біраз уақыт өткен соң патша ел аралап жүріп, шеткі бір үйден өте мұңды, азалы әуен естіпті. Патша мән-жайды білмекке әлгі үйге уәзірлерін жіберіпті. Уәзірлер ол үйде 2 қолы жоқ өте әдемі қыздың тұратынын айтып келіпті. «Қолы жоқ қалай, қолсыз туылған ба сонда?» деп патша таң қалыпты. «Жоқ, ол қыз бір қайыршыға тамақ беріп, сіздің әміріңізбен қолдары шабылған екен» депті. Патша қапаланыпты. Содан патша не болса да осы қызға үйленемін деп шешім қабылдапты. Ақыры патша қызға үйленіпті. Сонда да ару қыздың жүрегі еш жібімепті. Қыз патшадан ұлды болады. Бірақ қыз зұлымның сарайында тұрғысы келмей, түнде ұлын алып сарайдан қашып шығыпты. Тау тасты кезіп, ұзақ жол жүріп, бір дарияға кез болыпты. Қатты шөлдеп, су ішейін десе, 2 қолы жоқ. Еңкейіп су ішуге ыңғайлана бергенде, баласы суға түсіп кетіп, аға жөнеліпті. Бейшараның құтқаруға 2 қолы жоқ. Бар болғаны көкке қарап: «Я Раббым, ұлымды құтқара көр» деп Аллаға жалбарынып дұға жасапты. Мейірімі шексіз Алла сол мезетте 2 періштесін жіберіпті. Біреуі суды кері ағызып ұлын құтқарыпты. Ал екінші періште: «Қызым, қолыңды ишарамен суға сал» деп қыз қолдарын суға салған екен. Алланың әмірімен 2 қолы кесілген жерінен жанданып өсіп шығыпты. Алланың құдіретіне риза болған қыз көкке қарап 2 қолын көтеріп дұға қылыпты. Сол кезде 2 періште кері қарай кетіп бара жатқан екен. «Жақсы адамдар, сіздер кімсіздер? Сіздер үшін қандай дұға жасап, қалай рахметімді айтарымды білмей тұрмын» деп қыз таңырқап тұрып қалыпты. Сонда адам кейпіндегі 2 періште: «Сен бізді танымадың ба? Біз сенің садақаға берген 1 кесе су мен 2 күлше наныңбыз. Садақа түрлі пәлен қайтарады» деп ғайып болыпты. Аңызда болса осы әңгіменің астарында үлкен мән жатыр ағайын. Болашақ ұрпағымызды мейірімділік пен қайырымдылыққа тәрбиелейік. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жарты құрма берсеңдер де садақа беріп өздеріңді құтқарыңдар деген екен. Садақаның сауабы мен қайыры көп, шүкір. Күнде 2 періште түсіп, бірі сараңды, екіншісі жомартқа береке тілеп кетеді екен. Алла тағала бір жақсылыққа 10 жақсылық қайтарады. Кім біреудің мұқтажын өтесе, Алла тағала соның мұқтаждықтарын өтейді. Кім біреудің мәселесін шешсе, Алла тағала соның мәселелерін шешеді.